кезінде Уилл Смит деген актер болмаған, Уилл Смит деген рэпер болған. Сөйтіп рэптен көп ақша тауып, жас қой, бәрін құрып тастаған. Содан үйінде депрессия болып отқан кезде досы хабарласады, сені Куинси Джонс туған күніне шақырып жатыр деп. Куинси қайда, мен қайдамын дейді. Қоя сал дейді. Бір кезде Куинси өзі хабарласады оған. Ай, балапан, қуып кеткен жоқсың ба деп туған күніне шақырады. Сол туған күнде пробу өткізіп, бір сериалға тағайындайды оны, Fresh Prince деген. Содан Уилл Смит деген актер пайда болады. Бірақ ол сериал жабылғанда не істеймін дейді да, кішкене актерлік мәнсабы туралы ойлана бастайды. Сөйтіп, ана досы екеуі, бір досы бар, мықты бір досы. Сол екеуі киноны зерттейді. Содан бірте-бірте Уилл Смит актерлік мәнсабын бастайды. Содан тәуелсіздік күні деген фантастикада түседі, өзге планетадан келгендер туралы. Сосын жаман балалар деген полицейлер туралы комедияға түседі. Сөйтіп бір кезде ана досы келеді да, сені Стивен Спилберг шақырып жатыр дейді бір фильмге. Ол жерде өзге планеталықтарды қадағалайтын полиция туралы. Уилл Смит сол жанрда қалып қоямын деп қорқады, бірақ бір кезде оған Спилбергтің өзі хабарласады да, балапан, қуып кеткен жоқсың ба деп, оны қара киімділер деген фильмге тағайындайды. Біраз жылдан кейін Мохаммед Алиді ойнайсың деген кезде, ол да бас тартады бірінші Уилл Смит. Мен ойнамай қойын, көзі тірісінде қалай ойнаймын оны, мен ұқсамаймын да оған дейді. Bir кезде Мохаммед Алидің өзі хабарласады оған. Балапан, қуып кеткен жоқсың ба? Үйіне шақырады, батасын береді, сөйтіп рөлге мақұлдайды. Ал Али мен жаңағы қара киімділердің арасында оны Матрицаның түсіріліміне шақырады, Нео деген кейіпкерді ойнайсың деп. Уилл Смит бүйтіп отырады, бір қолында жабай батыстың сценарийі бар, екінші қолында Матрицаның сценарийі бар. Сөйтіп ол жаңағы жабай батысты таңдайды да, онымен бірге прокаттан ұшып түседі. Просто Матрицадан хабарласатын адам болған жоқ. Телефондарыңызды зарядтап жүріңіздер, күндеріңіз сәтті өтсін.